Үй жағдайында осындай қытырлақ чипсы дайындап балаларыңызды қуантқыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарай отырыңыз. 3 картопты осындай үккішіңіз болса, содан өткізіп, өте жұқа етіп өткізіп аламыз. Осылай өткізіп алдық. Енді картоптарды салқын суда 3 қайтара жуамыз. Және сынамайлықта құрғататын боламыз. Екі жақ бетін басып, құрғатып, бөлек ыдысқа дайындап аламыз. Қызып тұрған сұйық майымызға біртіндеп жаңағы картоптарымызды салып, қуыратын боламыз. Картоптарымыз қатты қуырылып кетпеуі керек, себебі күйік дәм шығып кетеді. Сәл қызарып, жаңағы сарғайса жеткілікті болады. Міне осындай әдемі чипсылар дайын болды. Өстіп барлығын картоптарымызды пісіріп аламыз. Қызып тұрған майда. Міне біздің чипсыларымыз дайын болды. Енді кішкене осындай ұсақ тұз, экстра тұз себеміз, кішкене қара бұрыш себеміз, паприка себеміз, дәмдеуіштер себуге болады. Міне осылай біздің чипсыларымыз дайын болды. Балаларға өте қатты ұнады. Және де артық сақтауға арналған көп қоспалар жоқ, дүкендегі сияқты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.